Assalamualaikum. Bugün шілденің 8-і. Biz Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында мынандай шылау үшін айналысып жатырмыз. Бүгін бастадық, салып келдік. Енді бұны көрсетейін. Навозға жібереді екенбіз. Навозға 2-де 5 қылып 10 квадрат метрға 10 коробкадан қалыңдығы 20 сантиметр, ұзындығы 5 метр, ені 2 метрден қоямыз да осындай қылып. Осыған қазір бұны бірінші шылаушынды жіберместен бұрын жақсылап бұны жуып аламыз. Ішінде қышқылдақтары, зәрнесі шығу үшін жақсылап сумен, шлангымен жуып, одан кейін кішкене жарты сағаттан дегдігеннен кейін осындай шылаушындарды осыған жіберетін боламыз навозға. Біз бірінші шылаушынды жіберместен бұрын айтып кеткендей навоздың бәрін шылқылдап жуып аламыз да, тазалап. Одан кейін көп жағдайда көбісі арасын арық қылып ашып, төгіп, беттерін көміп жатады. Біз олай жасамаймыз, себебі мынаның ішінде шылаушының өзінің жеп атқан қорегі бар. Асы өзінің сол тамағымен кішкене жаңа навозға сіңіп кету үшін тез сіңіп кететін неді ғой. Үйтпесе былай тастасақ арасын ашып арқылып өткен себебі ол нетіп кетеді, стресске түседі, көп жағдайда өліп қалып жатады. Сондай жағдай болмау үшін өзінің қорегімен бірге қазір көрсетеміз. Осындай тәсілде қойып шығамыз бәрін. Бір 2-3 күннен кейін коробкасын алып тастаймыз. Бәрін осылай коробкасымен бірге, ішіндегі қоректісімен бірге төңкеріп қойғаннан кейін, күн қатты қызып кетпесін деп осындай сабанмен көлеңке жасап бетін жауып болып қоямыз. Бір 2-3 күннен кейін бір коробканы алып көреміз. Ішіндегі құрттарымыз өзінің азығынан шығып, свежий навозға барды ма, бармады ма екенін көре жатырмыз.